Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Меңдіқара ауданы білім бөлімінің Қаббаш Жұмабаев атындағы Барысқа мектеп-гимназиясы менің бастамам, менің отаныма республикалық шығармашылық жобалар конкурсының республикалық кезеңіне қатысушысы Серікбай Азат Медетұлымын. Жобамның атауы «Әке құдіреттің толағақ қасиеті». Номинация «Менің отбасым сабақтастық құндылықтар мен мағыналар». Жұмысымның мазмұны кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерді қамтиды. Кіріспе бөлімі әке тәлімі ұрпаққа өнеге негізгі бөлім. Сөнбейді әке шырағын. Қорытынды бөлім әке жолы ізгі жол. Пайдаланған әдебиеттер жұмыс соңында тізбектелген. Ең әуелі мен сіздерге осы зерделеу жұмысыма деген қызығушылығым қалай пайда болды? Неге осы тақырыпты зерделеу жұмысын жүргізгім келді? Әкенің қандай іс-әрекеті мені қызықтыра отырып толғандырды? Және қазіргі заман ағымында әке өнегесі қалай іске асуда? Бірден мектеп парламентімен ұйымдастырылған шығармашылық дода дебат сайысында бүгінгі әке тақырыбы арқау етті. Міне, сол кезде жұмыстарды жинақтау барысында Әбіш Кекілбаевтың әке өлеңі мені бейжай қалдырған жоқ. Міне, сол кездегі менің қызығушылығым мені осы алаңға шығарып отырғандай. Зерделеу жұмысындағы мақсатым әке бойындағы құндылықтар жүйесін, адами болмысын, адами мұратын, адамшылдықтың бастауы әке дәрежесін зерделеу. Өмірді тану жолындағы әке тәлімінің қажеттілігі, әке шырағының қадір-қасиеттігіне көз жеткізу. Нені міндет еттім? Әкенің таудай тұлғасын, адамгершілік қасиетін, азаматтық болмысын, әке құдіретінің өшінбейтін қамал екендігін дәлелдеу. Сөзі мен ісі үйлесім табатын, ұрпақтың панасы, әкенің отбасындағы рөлі зор екендігін айқындау, өзектілігі, әке дәрежесіне деген өзіндік экспозициядан сүйіспеншілік сәулесін табу. Менің зерделеу жұмысыма тек болған әке сөзі. Әке баланың сыртқы және ішкі пішін болмысын, психологиясын, мінезін, құндылығын тәрбиелейді. Демек, әке баланың өмір бойы дамып жетілуіне, өзіндік ерік-жігер, ақыл-ойының қалыптасуына, дербес қабілет пен ерекшелігінің үйлесімді дамуына көп үлес қосады. Әке балаға әрқашанда ақыл мен өнегенің символы. Мен осы зерделеу жұмысында қандай іс-әрекеттерім және кімдермен атқардым? Мен мектеп парламент премьер-министрі, дарынды оқушы, бірнеше үйірмелердің белсенді қатысушысымын. Демек, мен тәрбие мен білім үдерісіне жауапты тұлғалармен тығыз жұмыс жасауға құқылымын. Манағы айтып өтілген Әбіш Кекілбаевтың әке өлеңі маған көп ой салды. Міне, сол кезден бастап мен әке жолы ізгі жол екендігін насихаттамақ болдым. Балалармен сауалнама, шығармашылық сайыс, білеміз бе, эссе, мәнерлеп оқу, ашық пікір алаңы, я жоқ, сурет сайысы, спорттық ойындар қойылым болып, балаларға әке жолы ізгі жол екендігін дәлелдедік. Және менің жұмысымдағы нақты дәлелдемелерге сүйенгенде, бақыт нұры әкеден таралатын, және ұрпақ пен ұрпақтың табыстырушы, шежіре сабақтастығын жалғастырушы ол әке екендігі, және осы ұрпақ тұтастығын отын жалдататын ол әке екендігі менің зерделеу жұмысындағы жұмыстарын дәлелдеді. Және осы орайда мен тағы да өзіндік позициядан іздеп көрдім. Шежіре сыр шертеді тақырыбында көрме ұйымдастырып, әке шырағының сөнбеуі, тегімен тарихын ұмытылмауы бұл қасиетті бұтақ шежіреден екенін, және осы шежіренің басында әке тұратын менің жұмыстарын дәлелдеді. Әрине, қазіргі таңда көп баланың жасы, қайғы мұны, қасіреті ол қатыгез әкенің құрбаны болуынан. Әрине, ол рас. Оны біз астарлы ақиқат көреміз, мәселе айтамыз, азаттық деген телебағдарламадан және әлеуметтік желіден көре аламыз. Мен осы зерделеу жұмысында әке туралы теріс көзқарасты жоюды шештім. Бірінші ұсынысым ол фильмдер қарау. Мысалы, менің атым Қожа немесе Хабар телеарнасында өтетін әке бақыты телебағдарламасы, және осындай телебағдарламалар көріп қана қоймай, осындай телебағдарламалар немесе қысқаметражды кинофильмдер шығару. Осы орайда мен сіздерге біздің мектебіміздің 11 сынып оқушысы Маратқызы Ақниет республикалық мейрам балалар киностудиясына түсіп, көрінбейтін көпірлер фильмінде әкенің шешімі өзгермейтін заң екенін, және де бала жүрегінде әкенің мейіріміне деген бөлек орны бар екенін, және біз әкенің өзгермейтін заң екенін қай жерден көре аламыз? Әрине, ол біздің анамыздан. Мысалы, мен анамы бар, бір жерге баруға бола ма деп сұрағанда, әкеңнен сұра, әкең не дейді, әкең рұқсат берді ме деп әкеміздің сөзі өзгермейтін заң екенін әрқашанда көрсетіп отырады. Және әке балаға әрқашанда бүгінгі ұрпаққа зират ету, құран бағыштау, діни рәсімдерді өткізу ол әкенің міндеті.
Жобам соңында мынандай ұсыныс білдіргім келеді. Әке болмысы өнеге сабақ телебағдарламалар жүргізу, әке құдіреті атты қысқаметражды кинофильмді шығару, әке құдіретін TikTok желісінде насихаттау және қазіргі таңда іске асып жатқан біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде өнегелі 15 минут. Бұл жобада бала өз ата-анасынан үлгі алып, оны әлеуметтік желіге салып, және де оны басқа отбасыға бөліп, оны балаларына насихаттауға шабыт беру. Назарларыңызға рахмет.